Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әуелі барлық мадақ әлемдердің Раббысы Аллаға тән. Адамзаттың асылы Мұхаммед пайғамбарға, оның отбасы мен барша сахабаларына салауат пен сәлем болғай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті дін басшылары, мұсылман бауырлар, бүгінде COVID-19 коронавирус жұқпалы дерті жер бетіндегі әлем жұртшылығын алаңдатып отырғаны баршаңызға мәлім. Өкінішке қарай, бұл індеттен әлемде мыңдаған адам көз жұмды. Әлемде осы дерттен қаза тауып, қара жамылған отбасылардың қайғыларына ортақтасып көңіл айтамын. Алла алынан жарылқасын. Өмірді сынақ мекені деп білген мұсылман баласы басына қиындық түссе, төзімділік танытады. Нығметке бөленсе, шүкір етеді. Қиындықты сабырға жеңдірген пенде Алланың мейіріміне бөленеді. Алла тағала Құран-ы Кәримде «Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Сөзсіз, біз сендерді қорқынышпен, аштықпен және дүние мүліктеріңді, жандарыңды, сондай-ақ жемістеріңді алу арқылы сынаймыз. Сабыр етушілерді сүйіншіле деген. Алла тағала сынаққа сабыр етіп, сауапқа кенелген пенделерінен еткей. Қадірлі мұсылман жұртшылығы, қазіргі таңдағы бұл ауыр індет күллі адамзат баласына қатер төндіруде. Біз барлығымыз адам ата және Хауа анадан тараған бір үмбетпіз. Алла тағала Құран-ы Кәримде يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Адам балалары, бәріңді бір жаннан жаратқан һәм одан жұбын жаратып, ол екеуінен көптеген ерлер мен әйелдер өрбітіп, жер бетіне таратқан Раббыларыңа қарсы келуден сақтаныңдар деген. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Куллукум бану Адам. Ва Адаму хулиқа мин тураб. О адамдар, сендердің барлығың адам атадан, ал адам топырақтан жаратылды деп бірлікке үндеген. Расында ешкімнің ұлты, нәсілі, тегі жаратқанның құзырында бір-бірінен артық емес. Қасиетті Құранда «Я айюхан насу, инна халақнакум мин закари ва унса, ва жаалнакум шууба ва қабаиля, литаарафу, инна акрамакум индаллахи атқакум, инналлаха алимун хабир». О адамзат баласы, біз сендерді бір ата, бір анадан жараттық. Сондай-ақ бір-бірлеріңді тануларың үшін сендерді әртүрлі ұлт ұлысқа, ру тайпаға бөлдік. Расында Алланың алдында ең ардақтыларың, тақуаларың делінген. Әлемде етек алған індеттің алдын алуда адамзат ұлы жаратушының мейіріміне мұқтаж екендігін айқын сезінуде. Сол үшін әрбір ұлт өкілі, барша адам баласы жұдырықтай жұмылып, шын жүректен жаратқанға жалбарынып, адамзаттың амандығын сұрайтын сындарлы сәтте тұрмыз. Алланың ардақты елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Дұға мұсылманның қорғаны дегені баршамызға мәлім. Осы ретте Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ислам әлемінің ғұламаларын, күллі дін қайраткерлерін, дін саласының оқытушы ұстаздары мен Құран қариларын және барша мұсылман қауымын 10 сәуір жұма күні намаз уақытында біз біргеміз, тілегіміз ортақ деген игі бастама аясында
күллі адамзаттың амандығы үшін бір мезетте алақанын жайып дұға жасауға үндейді. Аса мейірімді Алла тағала күллі адамзат баласына амандық, саулық беріп, ауру сырқаудан айығып, қуанышты күндерге тезірек жетуін нәсіп еткей. Амин.